Бүгін мен түріктердің легендарный ревани пирогын дайындаймын. Традиционный түрде фисташка қолданса, мен грек жаңғағын қолдандым. Қант пен жұмыртқаны ақ көпіршік болғанша миксермен араластырамыз. Айран мен сұйық май қосамыз. Жарма ұнтағын, бидай ұнын, ұн қопсытқыш және ванильді қантты қосамыз. Барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Қамырды қалыпқа құямыз. 180 градуста 35-40 минут беті қызарғанша пісіреміз. Сироп үшін су мен қантты қайнағанша қыздырамыз. Кейін лимон шырынын қосамыз. Дайын пирогтың үстінен жылы сиропты құямыз. Сиропымыз ыссы болмау керек. Ревани дәмді әрі жұмсақ болу үшін кемінде 2 сағатқа сиропты толық сіңуге қалдырамыз. Үстінен ұсақталған грек жаңғағын сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Ревани пирогы дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған қарапайым және дәмді каналы.